Балалық шақ. Қатаған ханның тұсында Монғолдан Босмойын деген батыр шығып, бүкіл қазақ баласына апат болып тиеді. Ешкім оған қарсы келіп айыбын сындыра алмайды. Бұл қорлыққа төзе алмаған қатаған хан бір күні кімде-кім Босмойынды өлтірсе, хандығымды беремін деп бопылық жариялайды. Хандықты алу үшін талай батыр аттанып, Босмойыннан жеңіліп тынады. Ақыры Тоғас Анар батыр көкірек керіп шығып, Босмойынды өлтіріп, хандықты алады. Босмойын батырдың үлкен қызын Тоғас алып, онан Қасай батыр туады. Екінші қызын Қожағұл батыр алып, онан Қабанбай туады. Үшінші қызын Жұмық Саты алып, онан Дәулетбай батыр туады. Босмойынның үш бірдей қызын Тоғас ханның өз үрім бұтағына алып бергеніне наразы болған бұрынғы қатаған хан 3 айдан кейін хандықты қайта тартып алады. Ел ішіндегі 3 айлық хан Тоғас деген сөз осыдан қалған екен. Қабанбай 7 жасқа шыққан жылы әкесі Қожағұл батырды моңғолдар өлтіреді. Қайнаған қанды кек болашақ батырды қаршадайынан ақ жаугерлікке баулып, ерліктің талғарына талпындырады. 15 жасында ағасы Есенбайды да моңғолдар далада өлтіріп кетеді. Мұның өзі жас батырдың жанына жара салып, ертерек ерлік жолына түсуіне себепші болады. Оның кекке аттанып Олже Жырғыл арсаландарды өлтіріп, Керей еліне сапар шегуі осының айқын дәлелі еді. Қабанбай Керей елінде жүрген кезінде Қызыл Керіш деген жердегі Дорбіттер Керей ауылының жылқысын жаулап алады. Мұны қайтарып әкелуге аттанған адамдармен бірге Қабанбай да аттанады. Бірақ әлгі елдің бір батыры Қабанбайды алымсынбай, Қызыл Керіштің жолы қиямет қайымнан да қиын. Ошақтың 3,3 айлық жолдай көретін сен сияқты баланың жаудан жылқы әкелгені сол, өзі жау қолында кетер дейді. Мұндай бойтексінген сөзге Қабанбайдың ашуы келеді де, екеуі ерегесіп қалады. Қабанбай тас ошақтың бір бұтын жұлып алып, әлгі батырды бір қойған екен, батыр сол орында жан үзеді. Осы бір жағдай Қабанбайдың жаралмыш деген қиссада Қабекең сол ауылға келгені сол, сазайын таспен ұрып бергені сол, тас ошақтың бұтымен бір салғанда батырдың қаза жетіп өлгені сол деп жырланады. Сонымен әлгі батырдың елі жиылып келіп, Қабанбайдың жездесімен апайынан құн төлетіп алады. Жау әкеткен жылқыны қайтарып әкелу үшін Қабанбай 11 адаммен Дорбітке аттанады. Кетіп бара жатқан жолында далада түнеп жатып Қабекең түс көреді. Түсінде ақ сақалды бір адам келіп, қасың биік қабақтай, мұрның сенің табақтай, батыр бол балам қайтпайтын қаһарман атты аруақтай, деп бата береді. Қаһарман қазақ тарихындағы аруақты батырдың бірі болады. Ал ақ сақалды кәрия дегені Қызырмыз. Қазақтың ескі нанымында Қызырға жолығып, оның батасын алған адам қасиетті адам ретінде қаралады. Осы жолы Қабанбай үлкен олжамен оралады. Қабанбайдың батырлық даңқы артып, жездесі де өзі де байып кетеді. Қабан деген аттың Қабанбайға өзгеруі де осыдан кейін дейді. Қабанбай қатардағы батыр атанып, кейбір қиын-қыстау күндерге тап болғанда осындай түс көру арқылы ісі оңалып отырады. Абылай хан болғаннан кейін бір күні Қабанбай бастатқан 40 батырды жолдасқа алып бірнеше мың қолмен жорыққа аттанады. Олар ащы судың бойына келсе, су тасып шарасынан шығып кетеді. Ат салып жол ала алмайды. Қалың қол ешбір амал таба алмай дағдырып қалады. Абылай ашуға басып Тарқарманға келеді. Қабанбайдың жаралмыш деген қиссада бұл жағдай былай суреттеледі. Хан сөйлеп жаман қатты ашуланды, әскерге міндет етіп сөзін салды. Жол болмаса тарқаудан басқа мал жоқ, бұл жерден ешкім өткел таба алмады. Біріңді мың кісідей көріп жүрген, бекерге мен сендерге еріп жүрген. Ешбірің жол жайынан хабарың жоқ, сендерге бекер екен сеніп жүрген. Осылайша Әбілмансұр кейін шегініп, тарқамақ болып тұрғанда Қабанбай келіп, 3 күндік уақыт сұрап алып, 2 тәулік бойына өткел іздейді. Талығып барып бір жерге келіп жантайса, көзі ілініп кетеді. Түс көреді. Түсінде ақ сақалды бір адам келіп, осыдан 3 тұмсық айналсаң, 40 жыл бұрын ел өткен өткел бар, ат салып содан өт.
содан соң белгі қойып қалған адамыңды өткіз дейді. Сол қиссада бұл жағдай былай жырланады. Сипатты жүзі нұрлы, түрі бөлек, екі адам қолын жайып бата берді. Сонда айтты: мынау қали мен қаһарман, болады қысылғанда саған жәрдем. Жастықпен нәпсіге еріп зина қылма, Алладан осылайша болды пәрман. Аузың ал екеумізді қысылғанда, дұшпанға қолың жетер қысылғанда. Ұмытып Алла менен пайғамбарды, тигізбе зәбіріңді мұсылманға. Басыңды ажал жақтан тартпа дейді, жасқанып жаудан қорқып қайтпа дейді. Ерлерге ерлік деген сын болады, қапы-қап түнде ұйықтап жатпа дейді. Бұл тұсқа қадари хал атың шығар, қараға ақты апарып жаппа дейді. Берік бол, тапсырғаным саған балам, ешкімге бұл түсіңді айтпа дейді. Шын сөйле, өтірікті аузың алма, және де харам тағам татпа дейді. Айналсаң үш тұмсықты бір өткел бар, алдымен өзің өтіп байқа дейді. Белгі бар байқасаңыз жиегінде, ел өткен 40 жыл бұрын өткел дейді. Ат салып, тас байлап белгі қойып, онан соң әскеріңді баста дейді. Қабанбай түсте айтылған уағыз бойынша қалың қолды бастап, ащы судан аман өтеді. Абылай мен қалың халық жаудан қайтпаған Қабанбай бұл жолы судан да қайтпай елді аман өткізді деп оған үлкен қошемет көрсетеді. Абылай оны әскерлерінің бас сардар етіп сайлайды. Демек Қабанбай бала кезден бастап-ақ батыр болады. Ал оның ара-тұра түс көріп, ісінің оңғарылып отыруы халық тілегінің бейнесі болса керек.